Третий бой. Найза 75. Нурдулет Тлепов. Серьезная поддержка, разумеется, на родной-то арене. Он уже успел выступить на 2 турнирах Найза. Для молодого проспекта это большое достижение. Если в первом бою он одолел Магомета Каймаразова, уже в первом раунде забил соперника из граунд-паунда. Затем уже встретился с Расимом Мирзаевым, очень перспективным проспектом. Это как раз и уже оппонент из бэкмаунта. Пробил Тлепов. Хороший удар донес. И сразу в борьбу идет Мадияр Умирбай. Прекрасно понимая, что вот сейчас нависла угроза. Тлепов очень уверен в себе. Разряжает колено. Хайкик пролетает мимо. Одиночный удар с руки. Оверхенд. Постреливает. Опасный джеб и очень длинные руки, длинные рычаги у Тлепова. Постоянно в движении он, очень много ударов выбрасывает, и фронт-кики, и лоу. И в этих перестрелках Умирбаю, по-моему, сложновато. Он меняет стойку. Фронт-кик от него, Тлепов задерживает, дальше будет пробивать. И цепляет! Опять! Мидл-кик от него, но вот теперь Умирбай оказывается в позиции сверху, пусть и в гарде. Тлепов хочет встать, пересаживается Умирбай, заходит за спину, это опасно. Я шындығында өз жанкүйерлерінің алдында Нурдулет Тлепов қазір жеңіске деген құштарлығын көрсетуде, өте сенімді айқас салуға шыққандай. Оның жанында Мадияр Умирбай қарсыласына қарағанда тәжірибелі. 3 жеңісі бар. Сондықтан бүгін егер Нурдулет Тлепов өзінің мансабындағы тағы бір жеңісіне қол жеткізетін болса, кішігірім тіпті сенсация деп айтуға да болатын шығар. Мадияр Умирбай бұл азамат енді Алматы қаласының жауынгері, кәсіби жолын 2021 жылы бастаған. Алманбет Муталиповты жеңгеннен кейін араға тағы бір жыл салып, EFC Global турнир аясында Абдурахман Аниваровты жеңген екен, және де аралас жекпе-жек турнирінде Аманат Ағыбаевты екінші раундта тізе бүктірген. Міне осындай қазір Умирбайдың тіземен жасаған соққысын көрдік. Қауіпті, қарсыласын торға жапсырып алып тұрып бір қыспаққа алып көрген еді. Ал Тлепов қазір қолының ұзындығын жақсы пайдалана білген раундтың басында. Міне өте сезімтал көрініп тұр. Қазір әзірге тың күш-қуат бойда бар. Сондықтан алдыңғы голды жиі іске қосуда. Умирбай да осындай қарсыласының азда болса басымдығын көре тұрып, біраз қарсыласын қинап, қыспаққа алу арқылы жылдамдығын төмендетуге тырысқан, және Тлеповтың қазір 2-1-дей тіке соққысы Умирбайдың жағына жанай тиді. Жігіттердің көзінен от жалындап тұр шындығында. Тағы бір ұмтылыс. Умирбай тік тұрып айқас салудан көрі қарсыласын ақырын ғана күреске тартуға тырысады. Бірақ әзірге Тлеповтың қарсыласының ұмтылыстарына қарсы қолданып жатқан әдістері сәтті. Мұна тұста діттеген мақсатына жете ала ма Умирбай? Бар денесінің салмағымен қазір қарсыласын ағыстырып, бір қыспақты одан сайын күшейте түсуде. Тлепов шындығында осындай бір текетірес сәтінде шаршап қалды. Раундтың басындағы жылдамдығынан қарағанда қазір қарқыны өте баяулай бастады. Және дегенмен Тлепов ашық айқасқа шақыруда. Қандай соққылары қауіпті. Умирбай тәжірибелі. Осындай жұдырықтасуға келгенде Умирбай өзінің бір қорғанысында сызат бар екендігін біледі, және тағы да аяққа ұмтылыс. Ой, Тлепов! Қазір оң қолымен қарсыласын тіпті жақ тұсынан жақсы тапты. Қауіпті. Тлепов бүгін өз жанкүйерлер алдында шындығында жеңіске деген үлкен құштарлықпен шыққандығын, және бұл айқастың Умирбай үшін оңайға соқпайтындығын дәлелдей түсуде. 30 секундтай уақыт бар. Умирбай қарсыласын бір тізеге отырғызды. Дегенмен Тлепов көп замай еш қиындықсыз тұрып кете алды. Бірақ шаршады. Умирбайдың басты көздегенде осы қарсыласты қысу қимылына
еркін қимылдауына мүмкіндік бермей. Мына тұста тіземен соғып қалатын бір мүмкіндігі болған Тілеповтың. Міне, осы соққылар қазір Нұрдәулеттің шындығында басымдық беретін бір позициясы, жақсы мүмкіндігі. Менше бұл раунд шындығында бір тең дәрежеде мағып теке тіреске толы қызықты раундты тамашаладық. Енді екінші раундта қандай кім өзінің күш қуатын сақтап қала алды және бірінші раундта жасаған қателіктерінен қандай сабақ алады. Менше сол жауынгер қазір енді басымдыққа қол жеткізе алатын бір жақсы мүмкіндікке ие. Ну что, правда, сложный раунд для судейства, но, мне кажется, Тілепов нанес чуть больше урона, плюс где-то защищался, где-то Өмірбаю не удалось развить успех. И, в общем-то, первая пятиминутка должна уйти в актив ахтаускому файтеру. Но задышал. Это определенно, и это заметно. Второй раунд. Первый поединок, который пересек эту границу, можно сказать. Және бұл тұста осы менің ойымша енді Жандарбек Кесимов жалпы Орта Азиядағы қазіргі таңдағы ең мықты матчмейкерлердің бірі деп айтуға болады. Өйткені қазір енді тәжірибесіне тәжірибе қосып, мықты жауынгерлерді бір-біріне өте жақсы таңдау арқылы осындай 8 бұрышқа алып шығу. Ол да біраз жұмыс. Сондықтан матчмейкердің еңбегін біз жоғары бағалай кетуіміз керек. Тілепов қазір алға өршелене ұмтылып барып, екі-бір соққысын тигізуге тырысты. Өмірбай да шаршаңқырай бастады, аяқ алса ауырлаған. Ал Тілеповтың шабуылдарын қараңыздаршы, қолмен де, аяқпен де жасалған соққылардан тұратын комбинацияны ұсынуда. Ой, қандай қауіпті қазір 2-1 соққысы тиді Нұрдәулет. Қанның дәмін сезген сыңайлы Өмірбайға осылай күреске тартпаса, қазір қауіпті. Басына бұлт торлай бастаған сәт Өмірбай үшін. Мадияр 28 жаста деп айттық. Бұған дейін шайқасында да жеңіске жеткен. Ал бүгін Тілепов үлкен сынақ болып тұр Мадияр үшін. Өмірбайдың аяқпен жасаған соққысы. Тілепов айқастың стратегиясын өте сәтті таңдай алғандығы көрініп тұр. Қарсыласты жақсы оқыған. Даун бар. Енді бұл жерде Өмірбай өзі мүмкіндік беріп қойған сыңайлы, еш қиындықсыз. Шабуыл жасаған сәтте Тілепов аяққа сәтті өтіп кетті. Міне қазір енді шынтақпен шегелей соғатын соққыларды жей-жеске қосуда. Өмірбайдың көзінен бір шаршағандықтың белгісі байқалады ма, қалай өзі? Егер Тілепов қазір жеңіске жететін болса, Өмірбай үшін оңайға соқпайды. Ал кішігірім сенсация деп те айтуға болатын шығар бұны. Қазір енді күні бұрын топ ішпейміз, және шынтақпен тағы да Тілепов ауыр 3-1 соққыны дәл жеткізді. Өмірбай әзірге тұрып кетуге талпын жасап жатқан жоқ. Тек қана қарсыластың қолын байлауға тырысады, және тағы да қауіпті соққылар. Мадиярға қазір сәт сайын қиындай түсуде, және жекпе-жек тоқтатылатын сәт жетті ме? Тілепов қазір қарсыласын тіпті мүмкіндік қалдырмастан соққыларды төпелей жаңбырша жаудырып жатыр. Қапталдан ақырын бақылауға шықты. Ақлеу Әскербайұлы тұруға бұйрық беруде. Неліктен? Қалай дейді? Қандай ескерту жасау жатыр? Рұқсат етілмеген соққы болды ма әлде? Неге тоқтатылды деген сұрақ қой қазір бізде. Міне аздап енді тыныстап алуға да мүмкіндік екі жауынгер үшін. Шындығында бұл Ақлеу Әскербайұлының шешімі маған үлкен сұрақ белгісін тудыруда. Неліктен жекпе-жек тоқтатты деген, өйткені белсенділік болды. Партерде жатқан сәтте де Тілепов қазір жеңіске деген өзінің дәмін, жеңістің дәмін сезген сәтті шығар. Сенімді түрде шабуылдай бастады. Бара-бара батыл ұмтылыстарға жол ашуда.
Өмірбай. Менше дилар, мынау жекпе-жек өте қызықты жекпе-жек. Бүгінгі кештің тіпті бір жанкүйерлердің жадында сенімді түрде қалатын жекпе-жек тамашалап отырмыз қазір. Ну, очень богатый арсенал у Тлепова, определенно. И на данный момент второй раунд он определенно забирает. Успевает постреливать. Пытается держаться на средней дистанции, но попадает! Добивание Тлепова! Жекпе-жек аяқталды. Міне, ардақ жанкүйерлер, меніңше бұл жеңіске деген құштарлықтың, өзіне деген сенімділіктің және алдымда қандай қарсылас келсе де мен жеңіске жетуге барымды саламын деген жауынгердің еңбегі бүгін ақталды. Әрине, Мадияр Өмірбай тәжірибелі, 3 жеңістің авторы, жеңіс дәмін татпаған. Оның жанында Нұрдәулет Тлепов кәсіби деңгейдегі дебютын 2023 жылы найза 56 турнирінде Магомед Каймаразовқа қарсы жекпе-жекте бірінші раундта тізе бүктірсе, одан кейін найза 62 турнирінде, яғни былтыр осыдан тура 1 жыл бұрын Расим Мирзаевқа қарсы жекпе-жекте өкінішке орай жеңіліс тапқан болатын. Енді міне араға біраз уақыт салып оралды Нұрдәулет Тлепов. Өкініш, Мадияр Өмірбай өзінің жеңістің қолынан қалай сусып шығып кеткендігін өзде біліп тұр. Қандай қателік жасағандығын, қандай сәтте осал болғандығын. Сонымен қандар мен мырзалар, бұл жекпе-жек 2-ші раунд 3-ші минут 22-ші секундта тоқтатылды. Нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көкбұрышы Нұрдәулет